Елде кибер қылмыс тыйылмай тұр. Жыл басынан бері 9 мыңнан астам дерек тіркелген. Әсіресе алаяқтықтың дроперлік түрі кең етек жайды. Мамандар дәл осындай 700-ге тарта жайтты анықтап, 200 бойынша қылмыстық іс қозғалды. Елде жыл басынан бері 9 мыңнан астам кибер қылмыс тіркелді. Әсіресе дропперлерге дауа болмай тұр. Қарапайым тілмен айтсақ, дроппер бұл делдал дегенді білдіреді. Яғни бөтен біреу алаяқтық жолмен қаржы ұрлайды, ал дроппер оны қолма-қол ақшаға айналдырады. Если перейти к статистике, жыл басынан бері дропперлік әрекеттің 700 дерегі тіркелді. Соның 200-ден астамы қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Жетеуі кәмелет жасына толмағандар. Дроппер ақшаны жылыстату тізбегіндегі адам, яғни өзінің банк картасын алаяқтың мүддесі үшін қолданып, заңсыз операциялар орындайды. Әдетте дроппер өзін жай ғана орындаушымын деп ойлайды. Алайда ол да заңсыз схеманың қатысушысы. Мұндай әрекет үшін біздің елде қылмыстық жаза қарастырылған. 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Сұрақысы сол, көбіне бұғанасы бекімеген жастар әккі алаяқтардың құрығына түсіп сыбайлас атанады. Кәсіпқой алаяқ болғандықтан, олар жасөспірімдерді тартудың себебі, ең бірінші себебі олардың көзқарасы бойынша неге тиімді. Жасөспірімдер әлі жетілген толыққанды адам болып есептелмейді. Бір. Екіншіден, олар тәуекелге барып тұрғанын тәуекелділікпен, сол тәуекелдің арқасында тәуелділікке барып тұрған сезіне қоймайды. Үшіншіден, әлі жауапкершілік сезімі қалыптаспаған. Ал енді бұндай балалар негізі психологиялық қажеттіліктердің, эмоциялық қажеттіліктердің толыққанды жетілмегендіктен, өтелмегендіктен, оны біз бір қажеттілікті екінші қажеттілікпен компенсация жасайды. Жеңіл ақша жарға жығады, мұны жас ұрпақ жадында ұстаса игі, ал күмәнді әрекеттерден сақтанудың амалы бар ма? Бірінші тәсіл ол жеңіл ақша ұсыну. 5 минутта ақша табасын. Ешқандай жұмыс жоқ. Ол бірінші тәсіл. Екінші тәсіл қауіпсіз екенін көрсету. Бұл заңды жұмыс. Барлығы осылай істейді. Сосын үшінші тәсіл ол асықтыру. Қазір келісу керек. Орын аз қалды деп. Төртінші тәсіл ол кішкентай тапсырмадан бастау. Алдымен бір ғана ақшаны аударымын сұрайды. Кейін адамды өлген схемаға тартады. Егер осы аталғандар өміріңізде кезіксе, демек мұқият ойланыңыз. Өйткені аңдамай қабылдаған шешім құрдымға жетелейді. Асығыс түбі өкініш. Назерке Тоғжан, 24 KZ.